Шөптібай Байдиллин, оюшы, қолөнер шебері. Көнеден қалған көрікті өнердің ұстасы ою ойып қана қоймай, осы саланы жан-жақты зерттеп, 3 кітап шығарды. Ұлттық нақышта жасалған әрбір ою өрнек бір-бірін қайталамайды. Шөптібай Байдиллиннің қолында 3,5 мыңнан астам оюдың түрі бар. Бұрын жазу болмағанда таңба болды. Сол дәуірлерден қалған таңбалар бізге қандай ақпарат айтады? Жалпы ою сөйлей ме? Ою сөйлейді. Мына енді оюда біздің алдымызда зерттеген ағаларымыз бар. Ол кісілер енді әр кеткенде 1000 жылдың көлемінде деп айтып жүретін. Оюдың тарихы 1000 жылдық деп айтып жүретін. Осыдан 2 жыл бұрын Моңғолияның территориясында Отүкен оюлар деген табылды. Отүкен деген жерден оюлар табылды. Соны Егемен Қазақстанның тілшісі Қайрат Бекен деген азамат жарыққа шығарып, маған телефон шалды. Сол жерде 5000 жыл бұрынғы жасалған оюлар шықты. Көне. Сіздің оюларыңызбенен 100% бір-біріне келіп тұр дейді. Біздің енді қазақ атам заманнан бері сол қолөнермен айналысып келе жатыр ғой. Қолөнердің ішіндегі ең құдіреттісі, ең сүйкімдісі, ең беделдісі, ең көркемі, әсемі, сұлуы, кісіге рухани бір азық беріп тұратын осы ою өрнек қой. Егерде мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Абай Құнанбайұлы, ақын. Бізде қазақта жазу болмағанда таңба болды. Жазу болмағанда ою болды. Жазу болмағанда әрбір ұрудың өзінің белгісі болды. Айтайық, Қыпшақтың бір жігіті арғынның бір қызына жаңағы Сақина соғып береді. Ана жаңа Сақинаға өзінің руының таңбасын салады. Ана қыз бала Сақинаны алғаннан кейін қарап отыр, ой, мынау арғынның азаматы екен ғой. Деп, оған жаңағы ақ орамалды шілтерлеп, жиегіне моншақ тағып, оған Қыпшақтың таңбасы. Сол арқылы әрбір ру өзінің жаңағы несін айтып отырады. Оюдың енді біздің қазақ әлемінде алмайтын орны жоқ шындап келгенде. Өзіңіз мысалы кез келген керемет жабдықталған киіз үйдің ішіне кірсеңіз, есікте сықырлауыққа ою түседі. Ағаш есік қой кіргенде, сықырлауыққа ою түседі. Есіктің сыртындағы жабдыққа, жаңағы жабындыға ою түседі. Шаңырақтың жиектеріне ою түседі. Үйдің ішінде бір затқа ою түспейді. Түндікке түспейді, төбедегі түтін шалатын. Сосын уықтың имесінен жоғары жағына ою түспейді. Одан төменгі жағына бір 3 қарыстай жеріне уықтың, оған да жаңағы қобылап, тармақ-тармақ оюлар салады, жіңішке оюлар салады. Шеберлер мысалы. Керегенің көзін күміс деген, уықтың ұшын күміс деген. Киіз үйден кіріп келсеңіз, киіз үйде қанша зат бар? Мысалы, алаша, кілем, текемет, тұскесте, тұскиіз, көрпе, жастық, шымылдық барлығында қазақтың оюлар түседі. Мысалы, ағашқа түсетін ою, бұлай қарағанда басқа, мысалы, металға түсетін оюдан ол жалпақтау, қалыңдау, бедері үлкендеу болып көрініп тұрады қашанда. Ал енді басқа киімге түсетін, мысалы анау түскестеге түсетін оюлар, ол өте нәзік, жіңішке, сондай көзге әсем көрінетін оюлар. Әрқайсының өзі несі, көлемі әртүрлі болып келеді. Ою симметрия беріп отырады. Ана бұрышы, мына бұрышы барлығы да бірдей болып тұрады. Бұлай қарасаңда 5 сантиметр, бұлай қарасаңда 5 сантиметр, бұлай да солай болып симметрия беріп тұрады. Өрнек деген ол еркін. Кәдімгі теңіздің толқыны сияқты ерек болып біріне-бір жалғасып, солай еркін жаңағы дами береді. Ою мен өрнектің екеуінің мағынасы екі түрлі. Өнер адам бойындағы құдіреттіліктің ең асқақ көрінісі. Лев Толстой, жазушы. Оюдың өзі бірнеше түрі бар. Бірақ сол оюлардың ішінде біз қазақ қошқар мүйізді ерекше іспеттейміз. Неліктен? Қойдың атасы қошқар. 3 қошқарды қатар қойып қарасаң, мүйіз оралып тұрады ғой керемет. 2 атты басын иіп тұрса,
ою болып көрінеді, алқымы жүрек сияқты болып көрініп тұрады. Екі аққудың басы бір-біріне қарсы тұрса, екеуі тұмсығын тигізіп тұрғанда жүрек болып көрініп тұрады. Кез келген жаңағы аяқтың астына қарап жүрсең, көзге көрінер көрінбес шөптің арасынан қылтиып 5 жапырақ болып ою шығып тұрады ғой. Гүлдің бәрі ою ғой. Қазақ әлемінде оюдың пайдаланбайтын жері жоқ. Тал бесіктен жер бесікке дейінгі бүкіл әлем ою. Бесікке ою салынады міндетті түрде. Ол біріншіден бесікке ою салудың себебі ана балаға көз тимеу үшін. Кіріп келген адам бірінші бесіктегі оюға көз түсу керек. Қыз балаға қызыл киім кигізеді, басына жаңағы қызыл тақия, керме тақия кигізіп, төбесіне жаңағы үкі тағып қояды. Анау кіріп келген адам, бірінші көрген адам балаға көзінің сұғы өтпесін деп, ана қызылға түсу керек. Соған таңғалысы соған кету керек, мысалы. Мына келіншекке жаңағы ұзатарда сәукеле жасайды, қыз балаға ұзатарда сәукеле жасайды. Ол қыз бала бүкіл халықтың алдына шығады, батасын алады. Ой, шіркін-ай, мына қыз қалай керемет сұлу. Қандай келіншек деп біреу таңғалмасын деп, сәукелені керемет деп жасайды. Әшекейлеп тұрып керемет жасайды. Мына Батыс Қазақстанда 19 ғасырда Қаражігіт Талпақов деген қазақ болған бай. Қыздың сәукелесіне 100 бие берген. Есепті көріңіз қандай сәукеле. Сонда ол сәукелені керемет құндап тұр. Біріншіден қыз баланың беделін көтеріп тұр, екіншіден анаған тіл көз тимесін деп тұр, үшіншіден қазақтың өнерін дамытып тұр ғой. Сол арқылы дамыту өнер. Мен Маңғыстауда болған жоқпын, бірақ көріп жүрміз ғой. Күнделікті жаңағы неден көріп жүрміз. Қаншама 360 әулие жатқан жердегі ескерткіштерді қарасаңыз, ғажап құлпытасқа салған. Ойып тұрып салған құлпытастағы ескерткіштерді көрсеңіз ғажап. Өнер сыры өрнекте. Ғабит Мүсірепов, жазушы. Оюды қолданудың, пайдаланудың өзіндік талап тәртібі бар. Оны көбісі біле бермейді. Қай жерде қандай ою қолдану керек, қай жерде қолдануға болмайды. Бізде қазақта басқа салатын, бас киімге салатын оюды аяққа салмайды. Басқа салатынды балаққа салмайды. Балаға салатын оюды үлкенге салмайды. Сосын оюды бейберекет пайдалана беру дұрыс емес шындап келгенде. Мысалы, үлкен кісілерге қазір шапан кигізіп жатады той-томалақта. Осы бүкіл өңірін оюлап тастайды. Қазақ ондай киген жоқ бұрын соңында. Ол дұрыс емес. Жіңішке ғана жаңағы ноқат тартатын, үлкен кісіге жарасын болып тұрады. Өзінің жас ерекшелігіне қарай кигізу керек. Мысалы, жас бала болса, қызғылтау, сарғыштау, орта жастағы болса қоңырқайлау, үлкен кісі болса бозғылтау, матаның өзін солай реттеп алу керек қой. Соған лайықтап, сосын қазіргі оюларды қарап отырсаңыз, енді ешкімді ғайбаттауға болмас, бірақ қолдан келсе де келмесе де оюдың жөні осы деп, мүйізін біреуін былай қисайтып, біреуін былай қисайтып, жаңағы матаны жапсырады. Ою деген ешқашанда жапсырылмайды. Оюды алтын жіппен, күміс жіппен жаңағы тіккен. Ол өйткені жуылады ғой ертең. Жуылғанда түсіп қалмау үшін. Мен енді 3 кітап шығардым. Мен сол жаңағы 2-ші кітапқа 500 оюға ат қойдым. Біздің қазақтың жалпы жинақталған жаңағы оюлардың несінде бас аяғы 220-дай ғана ат бар. Бірақ ол атаулар бүгінгі жастардың көңілін ұнай бермейді. Өйткені ескілікті кездегі жасалған ит табан, ит құйрық, түйе мойын, түйе тірсек деген сияқты бір сондай кейбір қолайсыз сөздерді пайдаланып кеткен оюлар бар. Ішінде жаңағы сосын көбіне мына өсімдік тектес, аңның, құстың аттары аталып жатады. Әлгінде өзіңіз атап өттіңіз, қазақтың өмірі, қазақтың тұрмысы жалпы оюмен өрнектелген деп. Оюдың негізі қайда жатыр? Оюдың негізі біріншіден ою бұл жас баланы кез келген адамды өнерге тәрбиелеу. Бұл тәрбие. Оюдың негізі тәрбие. Баяғыда шешелеріміз жүн тұтқызып қоятын, ұлға да қызға да мұрныңнан моншақ түседі деп. Сөйтсе көтірге деген моншақ түспейді ғой. Ана жүнді көп тұту үшін ойбай түседі деп, мұрнына жаңа моншақ түседі деп. Сонда балалардың барлығын жаңағы іске бейімдеу керек қой мысалы. Қазір шілтер тоқымайды.
білтегешпен киім тікпейді, ұршық иірмейді. Баяғы кезде барлығы да ауылдың балалары соны істеді ғой. Ойы ойған, сызуда сызады. Қазақ мәтелі. Ой өрнек деген бұл кез келген затқа жаңағы бейімділік қой. Ойы ойған адам ағашпен де жұмыс істейді, темірмен де жұмыс істейді, қайыспен де жұмыс істейді. Жаңағы барлық саланы. Ол тарамыста жасай алады, ол таспада жасай алады, ол арқанда есе алады, ол ертоқымда жасай алады. Бәріне, ол өнердің барлық түріне сол адамды бейімдейді ою. Сосын сүйкімділікке, тазалыққа, сәнділікке, таза жүріп тұруға кісіні еріксіз. Мысалы, оюлы киім киіп алып, қалай болса солай көрінген жерде жүрмейсің ғой. Ана өзіңді өзің кеудеңді керіп, тап-таза болып. Қазір ойлаймын, шіркін-ай, мынау біздің қыздарға, біздің жігіттерге осынша бешпент қып тұрып, әдемілеп оюды, жаңағы қазір машина бар ғой, машинаменен тігіп, бат етіп жарқыратпай-ақ, ана жаңағы светін тауып, үйлестіріп, мысалы қоңырға сары, көкке жасыл, сондай светтерменен шығарып, киініп жүрсе біздің қазақтың қыздары. Шетелге барғанда біздің осы мынау киімдерімізге шетелдіктер таңдайын қағып тұрады ғой. Олардың мәдениеттің кереметтері ғой. Енді өзіңіз қараңызшы, Қазақстаннан 6 алтын адамның сүйегі табылды. Солардың киімінің бәрінде өрнек бар ғой. Бізде мәдениет болмаса, өнер болмаса, ол қайдан келіп жатыр? Значит, біздің топырақтан шыққан заттар ғой солардың барлығы да. Бізде бір кемісіз зат бар. Қазақстанда қаншама шеберлер бар, қаншама үлкен шебер кісілер болды бізде. Өтіп кетті өмірден. Сол шеберлерді пайдаланып, солардың өнерін дамытып, бір шеберлер мектебін, шеберлер қауымдастығын ұйымдастырып, сол шеберлерді жаңағы басын қосып, солардың өнерін келешекке дамытып, әрбір мысалы бір қалаларда, облыстарда шеберлердің жаңағы өздерінің бір орталығы болса, солар арқылы қол өнерді үйретіп жатса, жаңа технология керек, компьютер бәрі керек. Бірақ мынау біздің өткеніміз ғой. Сосын бұл өмірі жоғалмайтын зат. Мынау барлық біздің тарихымыз ғой тұрған. Қаншама кілем бар, қаншама текемет бар, қаншама сырмақ бар, қаншама сақина жүзік бар. Солардың бәрі өнердің туындысы ғой. Солардың бәріне келіп ою түседі. Егер солардың бәрінде ойы болмаса, олар сұрқай болар еді. Енді мысалы айтайық, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі. Жарқырап тұрады барсаң сыртынан. Ғажап. Егер сонда ойы болмаса, бірыңғай сұрқай қабырға болса, қалай болар еді? Әруақ кешірсін, мен ол киесіне сөз айтпаймын. Әулиелі жер, киелі жер, қасиетті жер. Бірақ сол қасиетті жерді анау өрлеп көтеріп тұр ғой кереметтей қып. Біріншіден сол жерге тәу өтіп барасың, екінші ана өрнекті көріп таңғалып қайтасың ғой. Қаншама рухани азық алып қайтасың. Қазақ оюларының ұшқынын әлем халықтарының тұрмысынан көруге бола ма, кездестіруге бола ма? Кездестіруге болады. Енді қараңыз, мысалы Қытайда мұсылман мешіттері бар. Онда оюлар тұр. Қазақтың оюлары тұр. Испанияда мұсылман мешіттері тұр. Қазақтың оюлары тұр. Мұсылмандар арқылы барып тұр ғой. Енді мысалы көршілес өзбектің оюлары біздің өмірімізге араласып жатыр. Біздегі жаңағы мынау өсімдік тектес оюлар өзбектен келіп жатыр. Өзбектердің көп оюлары барлығы деп айтпайын, 56% олардың сол оюлары өсімдік тектес болып келеді, жапырақ тектес болып келеді. Енді көрші Монғолиядан келген ағайындардың оюлары анау ар жағындағы буряттардан, сол якуттардан, сол маңайдағы аз халықтардың оюларынан араласып кеткен. Оюды осылай ойып келеді, қошқардың мүйізі қойып. Осы мүйізі қайтадан кейін қарай айналдырып береді. Ол айналмау керек кейін қарай. Ою қошқар мүйізі осылай болды ма, солай қалу керек. Жоқ, анау кейін қарайлар. Аналардан келіп тұр бізге жаңағы. Көршілерден келіп тұр. Сосын екінші енді жібек жолы бізден өтті ғой. Жібек жолы өткенде сол мәдениет қоса жылжып тұр ғой. Бізге жеткен оюдың неше түрі бар, және ою өнерінің қанша жылдық тарихы бар? Енді бізге жеткен мынау Бәсенов ағамыздың зерттеулеріне қарағанда, бұрынғы ғалымдардың зерттеуіне ғана 220 оюдың түрі бар. Сол кісілердің жинақтағаны.
Содан кейін Маргарита Өмірбекова деген қарындасымыз Сапар Төленбаев деген атасының жаңағы оюларын шығарды. Онда да осыны жаңағы негізге алып отыр, басшылыққа алып отыр. Сосын бірталай оюларға Жәнібеков Өзбекәлі түсінік беріп кеткен. Жалпы қазір мынау Отөкен оюларына байланысты әңгіме көтеріліп жатыр. Жаңағы 5000 жылдық тарихы бар деп айтып жатыр. Өзі біздің қазақтың енді 5000 жылдық тарихы бар ғой шындап келгенде. Түріктектес халықтардың 5000 жылдық тарихы бар ғой. Ою деген халықпен бірге өмір сүретін зат қой. Қолөнер шеберлері арқылы халықпен бірге өмір сүріп, сол бүкіл мәдениетке, өнерге кіретін зат қой, шындап келгенде. Осы арқылы жаңағы бүкіл өнерін, мәдениетін, шеберлігін дамытып тұр, өзін өзі көрсетіп тұр басқа халыққа. Біздің ерекшелігіміз осы. Ойы ойғанның ойы ұшқыр. Қазақ мәтелі. Қазақтың таным түсінігінде қиялдан туған, қиял ғажайыптан туған ою өрнек жоқ, иә? Жоқ. Бәрі табиғатпен байланысып жатыр ма сонда? Міне бізде аң тектес оюлар бар, құс тектес оюлар бар, өсімдік тектес оюлар бар. Мысалы, аң құс дегенде қошқар, жылқы, аққу, көгершін, мысалы осылар табиғаттан алып, қарлығаш, солардың бәрін жаңағы рет-ретімен қоятын болсаң бәрі ою, сосын өсімдік, бүкіл гүлдің бәрі ою ғой. Гүлдің барлығы ою. Симметрия беріп тұрады, 5 бүршіктен тұрады, гүлдің бәрі 5 бүршік. Мен кілең жерге қараймын да жүрем. Аяқтан астары табиғат ананың қолында тұр ғой барлығы. Өнер ғой. Кілем ғой жердің барлығы көк күңбек. Соның ішінен өсіп шығып тұр ғой керемет, ғажап болып. Ою дегендеріңіз. Әсемдік деген ғажап. Ою деген әсемдік қой. Ең сұлулықтың шегі ою. Басқа оюдан артық сұлу зат жоқ. Қарап тұрсаңыз. Ал қазіргі заманда ою оятын адамдар көп пе? Менің алдымда 2 кісі бар еді. Сапар Төленбаев деген ағамыз Батыс Қазақстанның азаматы. Түрін көргенім жоқ. Естуім бар, ол кісі оюшы адам. Бір шағын оқулықтар шығарды. Сосын сол кісінің оюын, жаңа Маргарита Өмірбекова деген қарындасымыз, қайнатасының оюын сол қазақтың ою өрнектері деп энциклопедия қылып шығарды. Содан кейін Әбдікәрім Нұрпейісов ағамыз мамандығы құрылысшы, бірақ сол бір 220 ою шығарды. Содан кейін кітап шығарған адам жоқ, мен 3 кітап шығарып тұрмын. Ал енді мына суретшілердің ішінде бірде-бір адам жоқ ою оятын. Біз дәл қазір әңгімемізді сәл үзе тұрсақ, өзіңіз туралы дайындаған шағын ғана материалымыз бар еді, соған назар аударайық. Сегіз қырлы бір сырлы азамат. Бұл сипаттаманы Шөптібай Байдиллинге қаратып айтуға әбден болады. Себебі оюдан бөлек ұсталық пен зергерлік өнерді жақсы меңгерген және қол өнердің жөн жосығы жайлы тарқатып әңгімелеп беретін шебер. Шөптібай ағаның ерекшелігі оның өнері өзінің генмен ата тегінен келген. Мысалы, ол кісі жаңағы желімнің қалай жасалу керектігі. Мысалы, ер-тоқымдардың шатбер тоқым, сосын құрастырма ер-тоқымдардың түрлері бар, олар қалай жасалу керек. Сонымен бірге қылыштар қалай суарылады. Оның қандай ерекшелігі бар. Суарылған қылышты жаңағы оны былайша айтқанда жүзінің өткір еместігін қалай тексереді. Осы сияқты нәрселердің барлығын өзінің туған топырағындағы сонымен айналысқан жаңағы керемет адамдар болды ғой, өнерлі. Солардан өзіне игерген. Өнер зерттеушісі Шөптібай Байдиллин қазақтың ою өрнегін 3 топқа бөліп қарайды. Олар ертеден келе жатқан ұлттық нақыштағы басқа халықтардың мәдениетінен ауысып келген және қазіргі уақытқа бейімделген ою өрнектер. Суретші болғандықтан біз көбінесе иллюстрациялар жасаймыз, кітап безендіреміз. Бір тарихи шығармалар жазғанда ойдан емес, мүмкін дегенше тарихи деректерге сүйеніп салған мүмкін дегенше дұрыс болады. Біз осы жерде бұрын көріп жүрген кітаптардан басқаша ерекше Шөптібай ағаның кітабынан көп жаңа дүниелерді кездестірдік. Әрбір ұстаның, әрбір шебердің
бұйым жасағанда қолданатын өз құпиялары болған. Сізді былайғы жұрт оюшы ретінде ғана емес, қолөнер бұйымдарын жасайтын шебер ретінде де біледі. Көнеден жеткен қандай технологияларды білесіз? Біздің қазақ атам заманнан ағашпен жұмыс істеді. Кигіз үй басады ғой. Кигіз үй басады, сандық істейді, кебеже істейді. Оның сыртында терімен жұмыс істеді. Бүкіл ат құралдардың бәрі терімен жұмыс істеледі ғой мысалы. Соны қалай илеу керек, қалай істеу керек, соның бәрін жете меңгерген ғой. Мысалы, қазір ешкім біле бермейді. Желімді қалай істеу керек. Көктемдегі арық ірі қараның терісін, өлі арық ірі қараның терісін сыпырып алып, соны қазанға салып, су құйып, қайнатып, әбден жүні жидегеннен кейін жүнін алып тастап, ананы қайната береді. Қоюланса үстіне су құяды, қайнатып, әбден ботқа болған кезде тегіс заттың бетіне астына шағындап жұқауын ептеп май жағады, анаған сәсім жабысып қалмайтындай қылып, соның бетіне жаңағы құйып тастайды ананы. Ол кәдімгі соның бетінде қатып тұрады, бұлқылдап. Содан кесіп алып жаңағы желім жасайды. Міне мынау ер тұр. Құрандер деген осы ғой. Құрандер дейді. Құранда емес бұның аты. Бұл құрамды бөлек ер. Бөлек бірнеше құрамнан тұратын ер. Сонда жаңағы түйенің мойын терісін алып, қатты болады ғой түйенің мойын терісі. Соны алып жаңағы жүнін қырып, жаңағы иілеп, әбден бұлқылдатып, мынаған керіп тастайды ағашқа. Керет, одан кейін соның үстіне жаңағы тарамысты алып, малдың тарамысын жаңағы тұзға салып, бір ай ұстап, содан кейін тоқпақпен ұрсаң, сеткі болып шығады былай. Сол сеткіні мынаның бетіне кереді. Сосын жаңағы манағы малдың желімді соны жағады. Үстінен тағы тері салады. Сөйтіп бірнеше қабат жасап, бекітіп тастайды. Әбден көлеңке қойып сорғытқаннан кейін аналардың бәрі тартылып, тас болып қатып қалады. Ат шалқасына түскенде ер сынбайды. Көрдіңіз бе? Ер сынбайды. Біздің қазақта нар кескен деген сөз бар. Бұл сөзді көбіне көп қылышқа қаратып айтады. Мұның мазмұны қандай? Мәні неде? Енді соғыс қаруының ішіндегі жүзінің ұзыны, кесетін жүздің ұзыны қылыш қой. Қылыштың артық зат жоқ шындап келгенде. Сол наркескен деген қылыштың ең жетілген үлкен түрі деп айтайық. Әрбір жаңағы батырдың өзінің дене бітіміне, қолының сілтеу қаруына байланысты болу керек. Наркескен деген қылыштың өткірлігін айтады мен. Қылыштың өткірлігі. Кез келген қылыш, бірақ соның ішінде наркескен деген ол енді керемет өткір деп айтқан сөз ғой, наркескен деген сөз. Соны жасайды шеберлер, әбден суарады. Ол суару, әрқайсының суару өзінің дәстүрі бар. Әрбір шебердің өзінің дәстүрі болады. Оны екінің біріне айта бермейді. Мысалы, егер жаңағы суарып жатқанның үстіне біреу кесе, ол суармай тұруы мүмкін, қашан анау адам кеткенше. Ананы үйреніп кетеді деп. Ол біреудің технологиясы ғой, жаңа құпиясы ғой. Екінші адам пайдаланбасын деп. Мысалы, Қытайда құрылыс салып жатса, жанына барып тұрсаң, қашан сен кеткенше ана кірпіште қалмайды дейді. Ананы қалай қалайтынын үйреніп қояды деп. Сол сияқты қазақта да сондай. Ол іштарлықтан шығып тұрған жоқ. Ол өзінің өнерін ешкім пайдаланбасын деп тұрған жаңағы. Өзінің беделін түсірмеу үшін. Сенің ғана қылышыңды сатып алуы мүмкін сол үшін. Басқаныкін алмайды. Сондай қылыш жасайды. Сосын оны сынау керек қой. Қаншалықты керемет деп. Жаңағы жасаған қылышты ағып жатқан өзеннің суына кесегүлдерінің арқан байлап, соған қылыштың жүзін ағысқа қарсы байлап қояды. Сосын 5-6 жылдарда жатқан өгіздің терісі. Қап-қатты зат қой, тулақ қой. Соны суға тастайды дейді. Сонда жаңа келген тулақ манағы қылыштың жүзіне келгенде кідірмей екі бөлініп қалады. Ананың кереметтігі сондай. Наркескен деген сөз жатқан нарды шапқан ғой қылышпенен. Сонда нар білмей қалады. Нардың басын әрі қаратып тұрып, көзіне көрсетпей шапқанда ананың қиып түскенін білмей қалады, шу дегенде екі бөлініп қалады дейді. Нарды шапса ыңқ еткен, итті шапса былқ еткен деген сөз бар.
уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге алғыс айтамын. Рахмет.